Сәлем. Сіздермен бірге перизат. Бүгін среда, сәрсенбі. Бүгін прям түнімен ауырып шықтым да, сонымен бір күнге day off алдым жұмыстан. Мен негізі студент кезімнен бастап осы канал ашу деген идея болған. И содан бері қанша жыл өтіп кетті, бастаймын, тастап қоям, бастаймын, тастап қоям. Себебі всегда бір идеальностьті күтем деген сияқты да. И осы жолы тоже сол бір не болатыр да менде. Сондай бір фаза ма, не дейді? Типа өзімнен көп нәрсені ожидать етіп қойып жатырмын. Мысалға каналда 4-ақ видео салдым ғой. 4 видео ма? Sorry, кәс. Доставка келді. Круассаны берген болды. Алдында біз сестренкамызбен осы Чуча дегенге барғанбыз ғой, чай ішуге. Там круассаны қатты ұнап қалды да, и мен прям бүгін қатты жегім келіп кетті осы круассанды. Мысалға каналыма 4 видео салынды ғой, и что-то видеоларым қызық емес ешкімге, или хочу более мәнді влог түсіргім келеді деймін да, күшті идеялар жазам. Но жүзеге асыруға келгенде сол идеялар бірдеңе орындалмай қалады. Білмеймін. Короче, дұрыс либо пландамаймын, либо уақытым дұрыс жетпейді сол нәрсеге. Солай бір ойымнан шықпай қалады. И сол үшін қиналамын, типа. Блин деген сияқты. Может, мен пока что, может, уақытым болсын, сол кезде не қыламын, либо жұмысымды кішкене реттеп алайын. Сосын, может, YouTube қайттан бастаймын деген бір не в тему жаман ойлар келіп жүр осы соңғы аптада. Сосын қайтадан жоқ, қыздармен сөйлесіп, сестренкаммен сөйлесем, мамамнан былай ақыл сұрап не қылып. Примерно өзім де білдім ғой, что это чисто андай не екенін. Тоқтамау керек, ары қарай не бар, соны мен жалғастай берем. И осы барысында жөнделем деген сияқты ше. Енді не түсірсем болады. Ондай қатты энергиямды алмайтын, қатты уақытты алмайтын, в то же время бәріне өтетін, типа сөйтіп ойлам шашадым, если честно. Сосын вот кеше өзіме ұнайтын блогерларды, YouTube каналдарды қарап шықтым. Бірақ олардың канал жүргізіп жүргендеріне уже прям 3-4 жылдай болып қалған сондай каналдарда, мысалға бастапқы видеолары явно онша емес ше. То есть бір күні болмаса бір күні мен де сол деңгейге жетем деген бір кішкене уверенность пайда болды, сөйтіп нормально болып қалдым. Құр влог, осындай қарапайым влогтар түсіре бермей, типа андай более мәнді, сәнді, более пайдалы видео түсірейін деймін да. Мен ондай видеолар түсіретін әлі білімім де жоқ. Ол білімімді арттыру үшін маған негізі құр бастау керек по идее практиковаться етіп. Практиковаться ету үшін де что-то уақыт алмай келді. Короче, қайта айналып келіп сондай не болып жатыр да, уақытқа неге тіреліп жатыр да. И идея, мысалға, өзім жазам идеяларымды, но жүзеге асыра алмаймын. Это тоже бір практиканы талап ететін нәрсе ғой. Мен сразу бір ойлаған нәрсемді 100% бүйтіп жарыққа шығару, то есть түсіре салу, это уже, это сразу келмейтін нәрсе, бірден келмейтін нәрсе. Соны түсіндім. Соны түсінуге тырысып жатырмын әлі де. Асығыстық, вот это тревожность болып жүр да ішімде. И соны қазір вот шештім, что қойшы деп ше, лучше дым ойлап, идеальный моментті күтіп, идеальный видео шығарам деп құр жүргенше, лучше қазір менің қолымнан келетін нәрсені істей берейін, типа. Көп видеоларды қараймын да, бастапқы влогерлар, бастапқы YouTube'ды ашқан кезде, типа, өзің туралы көп айтпа. Негізі сенің өмірің ешкімге қызық емес деген сияқты советтерді естимін да, сосын оған келсем негізі ше, шын ғой, енді мен кіммін вообще, менің өмірімді осындай құр влогымды прям қызықтап көретін адамдар явно аз ғой деген сияқты. И мысалға осылай құр влогтар түсірудің өзі маған бұрында жаман қиын болатын еді. Енді кішкене үйреніп бастап жатырмын да. Камераны алдында кішкене осылай сөйлеу,
камераны ұстап жүру, көшеде алып просто былай түсіру деген сияқты. Елдің бәрі маған қарап тұрса да внимание не обращать деген сияқты. Бұл нәрселер де маған қанша жылда бойы келді, если честно. Қатты қиын болған еді. Қайтадан есімен түсіре беру керек, что ешнәрсе сразу болмайды, біртіндеп үйренеміз деген сияқты. Сол осы ойыммен қазір бөліскім келді. Сол пока что енді каналдан қарапайым осындай влогтар күтіңіздер. Негізі идея көп ше. Сол идеялар негізі мен энергиямды жеп жүрген. Басқа не айтамыз? Сол, ладно да. Давайте. Надеюсь, нормально шыққан шығар.